Оралбеков Мухаммед Рахим осы мұнай саласына МБ-Мұнайгаз акционерлік қоғамы қарасты Жайық мұнайгаз өндіру басқармасына 2001 жылы жұмысқа орналастым, қатардағы оператор болып. Күнделікті біздер дәрігерлік тексеруден өтеміз, жұмысқа шығар алдында. Ол жерде біздің қан қысымымызды, алкотесттен және денсаулығымызды қарап тексеріп, арнайы кітапшаға, журналға қол қойып, печать салып, жұмысқа рұқсат қағазын береді. Таңертең визуальный айналаны түгел қарап шығу, еңгерістерді, пештерді, суларды және қазан ішіндегі мұнайын, суын анықтау. Бүткіл технологиялар сақтап, қарап, қазандардың өлшемдерін шығарамыз. Және ол ақпаратты орталыққа істейміз, біздер соған 2 сағат сайын беріп отырамыз. Менің есімім Умиралиев Наурызбай. Мен осы салада 1994 жылдан бері Қазтрансойл мекемесінде қызмет етемін. Бірінші біздің жұмысымыз өзіміздің тауар операторлар отыратын кабинетімізге келіп, жұмыстарымызды, баланс журналы бар, семенді қабылдайтын журналы бар, тапсыратын журналы бар. Солар бойынша біздер семенді қабылдаймыз. Қанша мұнай келіп жатыр, қанша мұнай жіберіліп жатыр, қанша мұнай бізде қоймада тұр. Біздер резервуарный парктың ішіне обход жасаймыз. Обход жасағанда бізде қоймалар бар, соларды қараймыз. Мына жерде мұнайды санайтын өзін келіп тұрған жаңағы платномермен қанша мұнай қандай келіп тұр, қандай плот қысыммен келіп тұр, температурасы, давлениесі, соларды тексереміз. Бірінші манифульт бар, ар жағында екінші манифульт бар. Сол манифульттарды барлығын тексереміз. Егерде бір жерде бір ақауларды көрген болсақ, басшыларымызға хабарлаймыз. Мен Атырау мұнай өңдеу зауытында оператор болып істеймін. Зауытқа келген мұнайдың бүкіл өңдеу жолын бақылап, одан бензин, дизель, авиаотын сияқты күнделікті тұтынатын жанармайлар дұрыс шығуына жауап беремін. Әр күнім бірдей басталады. Оператор бөлмесіне келіп, кезекшілікті әріптестерімнен қабылдаймын. Ең алдымен назарымды экрандағы көрсеткіштерге аударамын. Егер біреулер үшін ол жай ғана цифр болса, біз үшін бүкіл зауыттың жүрек соғысы болып келеді. Мұнайдың негізгі легі алдымен бастапқы өңдеуден өтеді. Ол мына биік колонналар. Мұнай бұл жерде түрлі фракцияға бөлінеді. Менің жұмысым осының бәрін бақылап, процестің дұрыс болуын қадағалау. Кезекшілік қыза келе процесс тұрақтала бастайды. Сол кезде жұмыс ырғағы сәл бәсеңдей түседі. Процесті бақылап, саралап отырасың. Кейде қондырғының қасына барып, оның дауысын тыңдап, дірілі мен ырғағын байқап, иісі иіскеп көремін. Компьютер көп нәрсені білсе де, өз көзімен көріп, естіп сезген артық болмайды. Жұмыс күні аяқталғанда қондырғыны келесі бригадаға тапсырамын. Қазіргі таңда біздер мұнай газ өндіру жоспарын артығымен орындап, еліміздің экономикасын дамытуға сүбелең үлес қосып отырмыз. Мұнай тасымалы саласында жұмысшылардың маңызы зор деп білемін. Олардың әрқайсысының міндеті, атқаратын қызметі бар. Осы арқылы мұнай өңдеу зауыттарына экспортқа шығып жатыр. Ол ел экономикасының тірегі деп білемін. Менің жұмыс күнім осылай өтеді. Шынын айтсам, бұл жұмысты жақсы көремін. Себебі менің жұмысымның нәтижесінде көлік жүреді, ұшақ ұшады, мотор өз жұмысын атқарады. Сол үлкен қозғалыстың кішкентай болса да бір бөлігін атқарып жүргеніме қуаныштымын.